Келесі бағдарламада сіздің де балаңыз керемет сұхбат берген қаласаңыз, Жұлдыздар академиясы сіздің балаңыздың жұлдызын бірге жағамыз. Балаларды қорғау күні қай күн? 1 маусым. Кім ойлап тапқан? Білмеймін. Жалпы өзің балаларды қорғау күні деген қалай түсінесің? Кішкентай балдарға қамқор болу ма? Балаларды қорғау күні қай күн? Балалар қорғау күні 10 апрель. 10 апрель? Жоқ, 7-ші. Ол кезде біздің балаларға сый береді. Сый бере ма? Балаларды қорғау күнінде, иә? Иә. Балаларды қорғау күні деген кім ойлап тапқан? Біздің даламыздың атамыз. Дала атамыз. Дала атамыз? Бірінші шілде или маусым. Жалпы балаларды қорғау күні деген кім ойлап тапқан? Мен ондайларды көп оқымаймын. Балаларды қорғау. Оны кім ойлап тапқан? Мен айтпаған өзі. Оны кім ойлап тапқан негіз балаларды қорғау күні? Балалар қорғаны күні мен жалпы ол күнді тапқан адамдарды білмеймін, но ол жақсы праздник. Қалай түсінесің балаларды қорғау күні деген? Менің ойымша ол жаман нәрселерден қорғау, жақсы нәрселерді үйрету. Балаларды қорғау күні 1 маусым. Негізі соны кім ойлап тапқан? Негізі сен балаларды қорғау күні деген қалай түсінесің? Балаларды қорғау күні как раз не біткен күні, оқу жылы. Сол күні балаларды қорғау жарайды. Балаларды қорғау күні 1 маусым күні. Соны кім ойлап тапқан? Балалар ойлап тапқан. Бірақ білмеймін кім ойлап тапқан. Бірінші күн, екінші күн не болды? Олайды. Балаларды қорғау күні деген өзі кім ойлап тапқан? Үлкен адамдар балаларға деген мейірімділігін, қорғауын. Балаларды қорғау күні деген қалай түсінесің сен? Балаларға өзінің барынша мейірімділігін былайша көрсетеді, бірақ мейірімділігін қатты қорғап, қуанышты сәттерін көрсетіп. Сен ақшаға қатты қызығасың ба? Жоқ. Бір ақша берсең не істейсің? Аласың? Аласың ба? Иә. Бөтен біреу берсең ба? Жоқ. Жақындарың арасында беріп жатса. Жалпы бөтен біреу ақша ұсынса алмайсың, Иә. Егер де сен еңбектеніп беретін болса, алу керек қой. Еңбегің бар болса. ақша берсе аласың ба? Неге? Енді ол ұры мүмкін ғой. Жоқ, ұры емес, саған бір басқа, бірақ бөтен адам ақша берсе аласың ба? Иә. Точно? Жоқ, алмаймын. Неге? Бұл просовка ғой. Саған ақша керек па? Жоқ. Неге? Өзінің бір өзінен айт. Саған біреу ақша берсе аласың ба? Кейбір кезде ұяламын, кейбір кезде ала саламын. Ала саласың ба? Иә. Кімнен ала саласың? Мен папамнан аламын, ал қонақтар келген кезде алмаймын. Басқа бір танымайтын адам берсе? Мен, конечно, қашып кетемін. Алмайсың ба? Танымайтын адам ғой. Может, ол ақшаға біресе тілеп қояды, жаман. Жоқ, керек емес. Бұл өтірік ақшалар. Сен ақшаға қызығасың ба? Иә. Біреу ақша берсе аласың ба? Өтірік ақша? Шын ақша? Әке, артмын. Аласың ба мұны ақшаны? Неге? Алмайсың? Өтірік қой? Шын болса ше? Жоқса. Жоқ, бұл шын ақша. Бірақ мен саған бермеймін. Артым Өзіме керек. Артым көрсет. Алады екенсің ғой сен, иә? Ақшаға қызығасың ба? Көп қызықпаймын ақшаға. Біреу ақша берсе аласың ба? Жоқ десем, олар кейбір адамдар ала бер дейді. Сөйтіп алады. Ала бер демесе алмайсың ба? Алмай мүмкін. Алмайсың, иә? Аласың ба? Жоқ. Неге? Алмайсың ба? Ондай сумма ақшалар маған керек емес, олар көп. Болмай ма? Алмайсың ба? Оны мен жоғалтуым мүмкін, мен жыртып алуым мүмкін. Сол үшін ондайларды мен үлкендерге беремін, да. Сен өзің ақшаға қатты қызығасың ба? Жоқ. Неге? Қызық емес. Біреу саған ақша беріп жатса, аласың ба? Қандай себеппен болса? Әшейін бересің. Әншейін отырады, саған ақша бере салады. Аласың ба? Жоқ. Себеп болу керек қой не болсын. Неге? Себепсіз берсе алмайсың, иә? Жалпы саған ақша берсе аласың ба? Жалпы әшейіннен саған біреу ақша берсе? Жоқ. Танымайтын біреу ақша берсе аласың ба? Жоқ, алмаймын. Неге? Өйткені ол ақша маған тән емес деген сөз. Сен 30 жасқа жеткенде не істейсің? Ұйықтаушы едім. Ұйықтаушы едің? Жоқ. 30 жасқа толсам, жұмыс істеп жүрмін. 30 жасқа жеткен кезде үйленіп, бала туып отырамын. Жетесің ба? Сонда қанша жаста тұрмысқа шығасың? Білмеймін, оны әлі ойламадым. Мен әлі кішкентаймын.
отыз жасқа жеткенде ойлаған жоқпын. Жасым 30-ға келгенде қыдыруға болатын еді, тауға мінуге болатын еді, ұлы Қытай қорғанын көруге болатын еді. Құдай қаласа әйел болашағым болады. Қанша жаста кеттің? Ерте үйленемін. Ерте кеттің ба? Ай. Сәл жүретін ма? Жұмыс жасаймын. Бала шағам болатын шығар кезде. Болашағың болады ма? Солай ойлайсың ба? Иә. Ал жалпы саған ата-анаң айтса да, сен кез келген нәрсені айт, біз соның барлығын істейміз десе. Ең бірінші нені істейсің? Актриса болып киноға түсейінші деп айтатын едім. Мен көп қалаларға барғанды жақсы көремін, сол үшін қалаларға баруды айтатын. Мысалы, Алматы, Астана. Екітазный, Еуап, машинаға күшті. Содан өмір сүрейік. Актерлыққа қатысатын едім. Сондайлар маған ұнайды. Мешіт соқтыртатын мен әкем. Әкеңе мешіт соқтыртатын ба? Неге? Мешіт қазір неде көбейіп отыр, сонда соққан дұрыс қой мешіт. Ең бірінші шетелге баратын ең бірінші. Не? Шетел көргім келеді. Өзім қызығам. А былайша апармай ма? Аппарат барғанбыз шетелдерге, бірақ қазір карантин болғаннан кейін онша шығара бермеймін. Актриса болды. Отбасының амандығы, блогерлік саласы болып табылды. Сен бірдеңені білдіріп қойсаң, кім ұрсатса? Мамам. Мамам ба? Иә. Мысалы, бірдеңені құлатып аласың, сындырып алдың. Қалай ұрсатса? Түрі эмоциясы қандай болады? Ұрысқаны... Қират, барлығын қират. Сол кезде не істейсің сен? Үндемей тұрасың, өйткені сен кінәлісің ғой. Сол кезде кешірім сұрап бола ма? Сосын ұрысып біткеннен кейін кешірім сұрау керек. Ұрысып бітпей ақ сұрамайсың ғой да? Иә. Неге? Енді ұрысып алу керек қой. Ұрысып алғаннан кейін кешірім сұрайсың, сонымен барлығы жақсы өтеді де? Мамаң, әкең, егер сен бір нәрсені сындырып алдың дейді, төгіп алдың дейді, сол кезде қалай ұрсады түрлерімен ашуланғанын көрсетші бізге. Енді өйтіп демейді. Соны қабағы қандай болып кетеді, түрін бәрін көрсетпеші маған. Түрін қалай Қалай ұрсады, кіріп қалды, сен бүлдіріп алдың. Егер оны бәрі көрін бәрі дейтін болады. Көрін шашуым дейді. Ау? Көрін ордым сарамыз дейді. Өш, сөйтіп ұрса ма? Сөйлейтін не дейсің? Қорқам. Кешірім сұрайсың, бәрібір сол көреді. Мамам бабам. Бабаң, сен бірдеңені төгіп қират алдың. Қалай ұрсады, көрсетіп берші маған. Не бәле сен қолың анау, не бәле қолың қисық па? Дұрыстап істей сай дейді. Сен не дейсің? Мақұл енді алам. Сөйтіп кешірім сұрайсың, бәрі жақсы өтеді ма? Иә, 5 минуттан кейін бәрі жақсы кетеді. Сен бірдеңені бүлдіріп алсаң, кім ұрсады саған? Мамам Не деп ұрсады? үйді істеме ендігі шоу дейді. Кете ма? Сосын сен не дейсің? Жарайды. Анам. Анаң? Иә. Не деп ұрсады? Мысалға сен бірдеңені сындырып алдың, иә? Төгіп аласың. Сол кезде келіп алып, мамам не дейді? Неге сындырдың білесің ба? Оның ақшаң керек сондай дейді ғой. Ашуланғандағы тұр. Мамам көп ашуланбайды. Ұрысқан кездердегі түрін көрсетші, қалай айтады саған? Сындырып алған кезде. Түрім ба? Негізінде түрі бүйтіп келеді да. Неге ұрсын бұл ақша білесің ба қанша теңге тұрады? Кейін бұны білесің ба солай ұрсады да. Сен не дейсің? Кешірім деймін. Кешіре ма? Кейбіреуді кешіруі мүмкін. Маманың затын сындырсаң, мама ұрсады, әкенің затын сындырсаң, әке ұрсады. Жаңа қатты ұрыспайды ма? Нормально. Қалай мысалы, әкенің бір затын бүлдіріп алдың, әкең қалай ұрсады? Тұрғандай ашуланып, эмоциясы қандай болады? Әке ұрыспайды қатты. Мама да ұрыспайды қатты негізі. Осыған дейін бір ештеңе білдірмеген жоқ шығарсың? Сол кезде қалай болған деймін да? Эмоциясын көргіміз келіп отыр да? Машинамен адырға қарай өтіп кеткен кезде. Не деп ұрсады? Жай да қатты келіп өтіп кеткен ғой. Ұрыспайды, бірақ айтады. Мамам айтады. Айтпайды ғой? Ұрсатын ше? Кейде ғана ұрсады. Қалай ұрсады? Ашуланған түрлерін, эмоциясын көрсетіп берші бізге. Сен актриса болғың келеді ғой? Сен білдіріп алдың, сол кезде анаң келіп. Неғып сындырасың? Қуасың ба? Деген сияқты ұрсады ғой. Тез ұрса ма? Иә. Сен тез ұрсап қоя сала ма? Сол кезде кешірім сұрайсың? Кешірім сұраймын. Әрине. Сонымен бәрі дұрыс болып кетеді дейсің ғой? Анам. Сен бірдеңені сындырып алдың. Сол кезде анаң келіп не дейді? Түрімен көрсетіп берші бізге. Қалай келеді ол? Қалай ұрсады? Маған
түсіністікпен қарайды, бірақ аздап өзінің Көрсатып ай, айтсай. Көрсатып ай, көрсетші. Қандай болады? Қабағы дейіп келе ма? Көрсетші түрін. не болды қызым деп келеді. Келмейді ғой. Көрсетсе актрисасың ғой, сен анаңның сол кездегі ситуациясын көрсетсең. Сен сындырып алдың, кіріп қалдың. Қалайша сындырдың, қызым, қалай сындырдың деген се. Сөйтіп ұрса ма? Сосын сен не істейсің? Мен бар шындығымды айтам. Не деп айтамын? Білместіктен құлап кетті, білмей құлаттың деген се. Сосын? Анам түсіністікпен қарайды. Жалпы біздің бағдарлама саған ұнады ма? Иә, ұнады. Жалпы ұнады. Иә, ұнады. Не себепті ұнады? Себебі болдықта адамдарды киноға дайындайды, көп нәрселерді үйретеді. Иә. Несімен ұнады? Бояқта күшті. Иә, ұнады. Несімен ұнады? Үйреткенімен қалай істеу, түсіру, соның бәрін үйреткені маған ұнайды. ұнады. Не себепті ұнады? Былай адам араласып көңіл көтеріп. Құрметті көрермендер, сіздің де балаңыз дәл осындай келіп сұхбат бергенін қарасаңыз, біздің бағдарламаға қатысыңыздар, келіңіздер. Жұлдыздар академиясы сіздің балаңыздың жұлдызын бірге жағады. Иә. Не себепті ұнады? Сұхбат беріп күшті болды. Иә, Не себепті? осындай сұхбат алғанына және осындай көтеріңкі көңіл күй сыйлағанына сонысымен ұнады десем де болады. Құрметті көрермендер, сіздің де балаңыз дәл осылай сұхбат бергенін қаласаңыз, біздің бағдарламаға келіңіздер, хабарласыңыздар. Жұлдыздар академиясы сіздің балаңыздың жұлдызын бірге жағамыз.